Құрметті тыңдарман, Әділбек Ыбырайымұлының «Аноним агент» және «Қара көбелек» атты детективті шығармасын тыңдаңыздар. Қазақша контентті қолдап каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Абылай бауырым, түндіксіз Түркияға қош келдің. Өзіңді қош көрдік, Жоспайт мырза. Екеуі қол алыса амандасты. Мен Сирия азаматымын, сондықтан артық әрекетке барудың қажеті жоқ екенін ескертемін. Сені тұтқындау негізгі мақсатым емес, қазіргі көкейкесті нәрсе заңсыз трансплант схемасын ұйымдастырушылардың тамырына балта шабу. Соған өзіңнің құнды ақпаратпен бөлісемін дегенің үшін бірнеше мемлекетті асып келіп отырмын. Оның жөн қарсы орынға жайғасты. Кітаптың үлкендігінде ғана қол сөмкесінен темекісін шығарды. Бір талын Абылайға ұсынды. Ол басын шайқады. Сигаретті өз ерніне қыстырды. Өте сәтті операция, ағзалар сақталатын қойма меңгерушісін қамағандарың дұрыс болды. Оттық тұтатып түтінді бұрқ еткізді. Ол бәрін біледі, бар мәлімет қолында. Рахмет, маған көмектесуіңнің себебін ұққаныммен түсіне алмай далмын. Мәселе ақшада емес, оның сомасында. Бұл бүгінгі күннің қағидасы. Сөйтсе де адамшылықтың шегінен аспау керек, ал олар ешкімді аямады, бәрін саудаға салды. Ананы да, баланы да, отбасын да. Соған төзбедім. Бір бейбақ 3 жыл бұрын қарызын төлеу үшін бүйрегін сатты, деп өрбітті әңгімесін. Осы сәттен бастап оның өмірі үрейлі түске ұқсайды. Астыртын әрекеттің иелері қолынан келгенін істеп, одан бәрін сығып алды. Әуелгіде донор, сосын серіктестікке айналдырды. Соңында қажетсіз етіп лақтырып тастады. Әйелі Алтынай да ошағы үшін жанкештілікпен басын қатерге тігіп, ол да жарым жанынан айырылып тынды. Әттең, уәде етілген ақшаны ақыры көрмеді. Заң жүзінде ағза сатуға тыйым салынған. Қандай жолмен саудалайды? Денсаулық сақтау министрлігінің бұйрығы бойынша тіндік үйлесімділік табылса, әркімнің донор болуы ықтимал. Егер адам өз еркімен ешқандай ақысыз ағзасын ұсынса, қылмысқа жатпайды. Ондайға рұқсат етілген. Міне, министрліктің осы бұйрығы заңды айналып өтуге мұрындық. Әйтсе де, ағза сатып жатқан сәтті дәлелдеу қиын. Сендер бұл ретте өте олжалысыңдар. Отаның өзін түсіріп алдыңдар. Оны қатерге итермелеген қандай қажеттілік? Абылай қайыра негізгі арныға бұрды. Қазір айналаңның бәрі алаяқ. Кірпіш зауытын жалға алған тамыры Сейдаққа жақсы жалақы төлейтініне уәде етеді. Жұмысты жүргізуге таныстарыңды, достарыңды шақырсаң болады дейді. Арасында туыстары мен достары бар 40-қа тарта азаматты жұмылдырып, шаруаны бастап кетеді. Істің басындағы оны бригадир етіп бекітеді. Ол көпшілікпен теңдей ауыртпалықты арқалап, өліп тіріле тыраштанды. Жазғы қызу науқан аяқталған кезде әлгі үштігейлі жоғалып, барлығын жалақысыз қалдырды. 7.800.000 теңгені бермей жалтарады. Жұмысшылар көздеріне көрініп тұрған бригадирден еңбек ақысын талап ете бастады. Уақыт озған сайын ақша сұрап үйіне ағылды. Соңыра басқан ізін аңдып жүргізбеді. Көшеде ұшырасып қалса, қайсыбірі күш көрсетіп қысым жасады. Жаңадан үйленген өндірде әйелінің көзінше соққыға жығылғанға намыстанды. Жан ұшыра мәселені шешудің жолдарын қарастырды. Сөйтіп, сарсаңдық кешкенде әлеуметтік желідегі Қазақстандағы донорлар парақшасына тап келді. Көп ойланбай қатерлі шешімге бекінді. Бүйрегімді сатамын деп жазып, телефонын қалдырды. Ізінше ақ оған қан тобын нақтылаған сауалдар жолданып жатты. Бірер сағат өткенде қоңырау соғылды. Алматыға кел деді. Ұзақ айналмай алып шаһарға жөнелді. 2 ер адам вокзалдан күтіп алды. Будан дегені жол жөнекей мәміленің амал шарттарын түсіндірді. Өзара әңгімелерін телефонға жазып жүрмесін деген сақтықпен рөлдегі Бүгжан музыканы бақыртып қойды. Бірден клиникаға әкеліп, дәрігерге оны донор ретінде таныстырды. Сейдақты қарап тексеріп шыққаннан соң, бүйрегің үшін саған 6 миллион теңге төлейміз. Бүйрек іздеген адаммен жолықтырғанда бағасы жөнінде басқа да мәселелер жайлы тіс жармайсың. Ақшаға қатысты барлық мәселені біз шешеміз. Ағзаны сатып алушымен сен ештеме талқыламайсың деп ескертті. Ертеңінде реципиентпен кезіктірді. Мұқтаж жан дәрігерден бұл кісінің денсаулығында ақау жоқ па, әуелгі донорда проблема бар еді деп сұрады. Алаңдамаңыз, бәрі во. Дәрігер
бас бармағын көрсетті. Органның дімкассыз болғаны бізге де маңызды. Операция алдында сіздер екеуіңіз толығымен медициналық қараудан өтесіздер. Әсіресе тіндік үйлестікті мұқият тексереміз. Қан тобы сәйкес келуі басты шарт. Содан кейін барып ота. Үмітпен күдік шарпыған қалпы науқас екі ойлы қарады. Ол жағынан қам жемеңіз, тәжірибеміз жеткілікті, 4-5 күнде үйге қайтарамыз. Көзбе-көз сөз байласқаннан кейін жігітке анализ тапсыруға жолдама берді. Әуелгі дәрігерлік талдаманың қорытындысы шығып сәйкестік мақұлданғаннан соң хостелге орналастырды. Пұлын өздері төледі, әрбір түн 5-6 мың теңгеге айналды. Күн артынан күн жылжып, бүйрек алмастыру жайы созыла берді. Әуелде бұдан 2 айдан соң 6 миллион теңгеңді алып отбасыңа ораласың деген. Олай болмады. Әр түрлі анализдер, тексеру мен құжаттар толтыру жарты жылға созылды. Уақыттың ұзап кеткендігінен Сейдақ мәміледен айныды. Өйткені әне-міне қол-аяғын бауырына алатын сүйген жары күтіп отыр. Оның бұл ниетін білісімен дәнекерлердің көздері шатынап қорқытып үркіту басталды. Саған жұмсалған қаражат 11 миллион 500 мың теңгеден асты. Ол ақшаны анализдерге, жамбас пұлға, тамақ пен киімге, көлікке шығындадық. Егер кететін болсаң, сол соманы қайтаруың тиіс. Бүгжан алара қарады. Қашып іс жасырам деп ойлама, жердің тесігіне кірсең де біз сені табамыз, деп қабағын түйе шомбалдай жұдырығын біледі. Сонымен қалуға мәжбүр болды. Қыс ішінде делдалдар тамақ пен киімге бөлінетін ақшаны азайтты. Сейдақ өзі амалдай бастады. Түнімен сауыт жүргізуші ретінде жұмыс істеді. Дәл осы сәтте несиелік төлем уақыты таянған еді. Ал несие берушілер сотпен қорқыта бастады. Бұдан барлық мәселелерді бір айдан кейін шешетініне сендірді. Сөйте тұра қатал ескертті. Егер бас тартсаң, әйеліңді әкемейміз, несиеңді жаппаймыз және ақшаны да көрмейтін боласың. Осылай дембіл дегбірін ала үрейлендірді. Ақырында кезекті қысымнан кейін шыбын жанын қатерге тігуге көнді. Бүйрегін беруге үн-түнсіз бас изеді. Делдалдар ауылдан әйелін алып келді. Несиесінің шамалы бөлігін жапты және ұсақ-түйек мәселелерді шешті. Ота көктемге салым өтті. Ертеңгілік жылдам есін жиып тез қалпына келе бастады. Түске қарай орнынан тұрды. Сол күні делдалдар 500 мың теңгені қолына ұстатып қалған ақшаны бөліп төлейтінін жеткізді. Жігіт ауылына оралды. Алғашқы 2 айда 50, сосын 100 мың теңге жіберді де Будан мен Бүгжан із-түзсіз жоғалды. Қайраны таусылған Сейдақ хирургке хабарласып, полицияға шағымданамын деп қорқытты. Іле Будан кездесуге шақырды. Жолыққанда шамалы күте тұруын өтінді. Бір ай мөлшерінде сыбайластарының бірі 450 мың теңге әкеліп, ақшаны бергенін смартфонға түсіріп алды. Ақырында жас отбасының Жетісу облысындағы қайын жұртына көшпеске амалы қалмады. Өйткені жалақысы тимеген жұмысшылармен аядай ауылда жолықпай жүру мүмкін емес. Жаңа қонысқа келген соң әйелі бала күтушілікке жалданып өзі үйде кішкентайын бақты. Байсыз көңілі ақшасына алаңдаулы еді. Күтіп жүргенінде Будан қоңырау шалды. Қуанып кетті. Әкімшісі кел деді. Олар вокзалда жолықты. Дәнекер донор табуға жәрдемдесуін сұрады. Бұған әр кісіге 1 миллион теңге ұсынатынын айтты. Сен әуелі менімен толық есептескен жоқсың, соны біліп тұрып сенімен қалай жұмыс жасаймын, деді. Екеуі тіл табыса алмай айырылды. Қаржылық қиыншылық жігітті жан-жақтан қысып бара жатты. Ағзасын беруге кім көнеді, кімді пышаққа жығады? Аласұрды. Ақыры жоқшылықтан отбасында жанжал өрбіді. Не істедейсің? Қолымнан келгені бүйрегімді бердім, енді кімді жетелеп апарам? Бір донор тапсаң, саған 1 миллион бермек пе? Иә, әлде сен келісесің бе? Жабыңқы әйелінің жүзіне жаси қарады. Бүйрегіңе 6 миллион, маған 1 миллион, сонда барлығы 7 миллион аламыз. 7 миллион бүкіл проблемаларын шешіп тастайтындай көрінді. Амалсыз келіншек сұп-сұрқай тірлікке мойынсұнды. Сейдақ сөйтіп, емізулі баласы бар әйелін донор болуға итермеледі. Қан құйлы нойыс жас отбасының қиын жағдайын өз пайдасына жаратты. Келіншекті қомақты ақша алатынына сендірді. Алматыға келген оны өзге қыздармен бірге орналастырды. Әйткенмен,
отаның мерзімі тағы созылды, өйткені делдалдың бірі Бүгжанды кісі өлтіргені үшін түрмеге қамап қойған еді. Әйелі үйге құр қол оралды. Жарайды, бұл да жақсылық нышаны шығар деп іштей тынды. 2 жұмадан соң қайта шақыртты. Будан келешекке аванс ретінде 3 миллион теңге ұстатып қалған қаржыны операциядан кейін табыстайтынын айтты. Мен алдамаймын, егер алдаса мына ақшаны көрмес едің, деді. Ол сондай-ақ туғаннан қолының мүкістігі бар нәрестесін Түркияға апарып емдетуге де уәде етті. Осының бәріне иланды. Операция өтті, бүйректі сылып алды, ал қалған ақша төленбеді. Бәрін мұқият тыңдап, жаны ауырған Абылай еріксіз күрсінді. Аноним агенттің жүзінен назарын тайдырмады. Ол сөзін оқиға осымен аяқталудың орнына керісінше қорлап келемеждеудің жаңа түрімен жалғасты деп сабақтады. Арада бірер күн өткенде әлгі телефон шалып, өзге 2 донорды Алматыға әкелуді тапсырды. Сөйтіп, ділгір жанды қитұрқымен қылмыстық ұйымның шаруасына еріксіз жегіп байлап қойды. Құпия тірліктің адамына айналдырды. Момын бейшара мына жайдан қалай құтылудың амалын білмеді. Лажсыздықтан айтқанының бәріне көнді, бірақ шаруа мұнымен де тынбады. Буданның Түркия мен Индияда дәрігерлермен байланысы бар екен. Донорларды сол жақтан да әкелді. Елден сыртқа жөнелтті. Қиюына қарай үйлестірді. Қаскелеңдік 3 кісіні Түркияға апарып бүйректерін сатуға уағдаласқан. Алтынайды да кішкентайын емдетуге ала жүрді. Ағзасын беретін екеуіне ота жасалып, біреуі жеме-жемде тайып отырады. Жергілікті үйлестіруші дәнекер қашқын жігітке шығындаған 24 миллион теңгені орнына қоюды немесе адамды тауып алып келуді талап етті. Тығырыққа тірелген тұста Будан айыбына мұның әйелін бауырының бір бөлігін беруге көндірді. Өйткені оның сол бүйрегі онсыз да жоқ еді. Адамды мәжбүрлеп көндіруге, ағзасын күштеп алуға тыйым салынған халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 209 бабы аяққа оңбай тапталған екен. Аноним агент салқын ғана жымиды. Ол аздай ашуына булыққан әкімшілері Сейдаққа қашқынды әуежайдан ұстап, жеткенінше ешқайда тапжылтпауды тапсырды. Жігіт бұлтара алмай келісті. Себебі дөкір, сенің өмірің мен отбасыңның тағдыры менің қолымда, не айтсам соны істейсің деп тепсінді. Әумесерді тап, немесе 24 миллион теңге бер. Кіріптар міскін бірнеше күн әуежайда түнеді. Әуреленгенімен қашқынды ұстай алмады. Сосын бұрынғыша донорларды Алматыға тасыды. Бірде көлігіне GPS трекер қойылғанын аңдады. Ешқайда жасырына алмайтынын түсінді. Бағыттан сәл бұлтарса қылмыстық топ тергеп тексеріп соққыға жықты. Әдейі оны бірнеше мәрте таяқтың астына ап, үстіне бензин құйып өртеп жібереміз деп қорқытты. Барлық тапсырманы мүлтіксіз орындайтын Мақұлбай өзінің құлдыққа түскенін енді білді. Адамның бостандығы мен құқығын шектеу қылмыстық кодекстің 145 бабы. Абылай шыдамай тағы күбір етті. Мұнда қилы жолдармен тиісті шаруаға жұмылдыру схемасы мұқият әзірленген. Әуелгіде Сейдақ мәжбүр жан ретінде бас сұқса, кейін белсенді кісісіне айналды. Заңсыз ағза алмастыратын ұйымға хирургтар ғана емес, сонымен қатар нотариустар, халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары да тартылған. Соңғылары донор мен реципиент арасында туыстық байланыс бар деген жалған құжаттар әзірледі. Бірде әуелгідей донорларды Алматыға әкеле жатқан ақ Лексус пен минивэн соңдарынан тіреле ілесіп секем тудырды. Шелек ауылында май құю бекетіне тоқтап әйеліне телефон соқты. Егер маған бірдеме болып қалса, Буданға қоңырау шал деп ескертті. Сол тұста полиция қоршап та үлгерген еді. Біраздан бері басқан ізін аңдыған құзырлы органның өкілдері Сейдақтың бүйрегін бергенін білетін, өзгедей мәліметтері аз. Қаттырақ қысыңқырап жібергені сол, әбден шошынған бейбақ 37 донор жайлы хирург, нотариустер және былыққа байланысы барлар туралы жайып салды.
Біраз жайға қаныққан тыңшылар қылмыстың бетін ашу үшін бірге жұмыс істеуге ұсыныс білдірді. Алайда уақытша оқшаулау камерасына тоғытқан соң қараларын батырды. Ол онда жарты жылдан астам бұғатталды. Жағдайы өте нашар еді. Жататын орны қу тақтай, суда татырмады. Күзеттегілер келемеждеп, егер өлсең іс тезірек жабылады деп күлкіге айналдырды. Мазаққа шыдамай 14 мәрте өлуге әрекеттенді. Күзет ылғи аңдап қап әріге жібермеді. Сонда отырғанда Буданмен кездесті. Екеуі бет жыртысуға барды. Делдал өзіне тағылған айыптың ешбірін мойындамай соңында тіпті мұнымен таныс емес екенін мәлімдеді. Сейдақтың қосақ арасында кеткенін байқаған тергеушілер былтырғы жылы желтоқсанда босатты. Бостандыққа шығысымен кәсіп тауып алуға ұмтылды. Шынжау неме әлге тиетін жұмыс істеуге жарамайды. Ағзаны алғаннан кейін донорға мүгедектік берілмейді, өйткені ол өз таңдауы. Адамдар күтінсе бір бүйрекпен де өмір сүреді. Қаншілік қалдегі жігітке ондай мүмкіндік жоқ. Бар келгені сау жүргізуші деген құлақтандыруын Ойлексқа жариялады. Оның үстіне Сейдақ қазіргі кезде күмәнді ретінде істі. Әрі өзін мұрнынан тесіп жетелеп жүрген Делдалының аты мүлде басқа екенін іс қағаздарымен танысқанда бірақ білді. Шын есімі Жынысбай боп шықты. Абылай қозғалақтап кетті. Аноним агент жағы суалып сырлана қалған. Бейшара сергелдеңдік кешуде. Тергеудің әділетті жүруіне сенеді. Адвокатқа беретін бір тиыны да жоқ. Ешкімнен ақша да жәрдем де сұрамайды. Тек ақиқаттың орнауын тілейді. Көп адамның көз жасына қалған күнәһарлар лайықты жазасын алса дейді. Мен осыларды көріп тұрып, одан әрі қасапшылар қауымымен жұмыс істей алмайтынымды білдім. Бұлар қылмыстық топтың жаңа бір ұясы болды ғой? Жоқ. Тамырын жан-жаққа жайған бір ұйым. Мен содан кейін саған бәрін егжей-тегжейлі баяндадым. Жас отбасын жоқ еткен жалмауыздар. Алтынай мен баласы қайда? Жаркентте жарымжанға айналды. Сондықтан жүйіттерге аяушылық жоқ. Көзің құрт. Өзің Газиантеп қаласында не бітіріп жүрсің? Мен дімкәстерге Сириядан көмек қолын созамын. Дәл шекарада тұрғанымыз сондықтан. Абылайдың өңі қоқыл тартты. Онда адамдар арам пиғылдың кесірінен қырылуда. Біз қапияда өліп бара жатқан кісінің іш құрылысын алып, ділгір жандарға өмір сыйлаймыз. Бір күндік жарық сыйлау үлкен сауапты іс. Аға лейтенант басын шайқады. Сыртқы түрі үрейлі көрінгенімен қайырымдылық біреу. Бұған түсіністікпен қарау керек. Украинаның жанында да осындай қайырымды іспен шұғылданатын адамдар шоғырланған. Сенің шын атың кім? Ғабиден, Таразданмын. Офицерге күле көзінің қиығын аударды да смартфонын шұқылап сәл бөгелді. Ал қара, иегімен жігіттің алдында жатқан телефонын нұсқады. Абылай пошта жәшігіне үңілгенінде Жостбайт мекенжайынан Ре Амина деген файл түскен екен. Бейне жазба, әлде бір жиын. Астана идеалды қала, мәртебелі емделушілерге VIP қызмет. Донор жеткізушілер сенімді, бүгін түнде экспорт. Біз біргеміз, деп әйел есіле сөйлейді. Танимын, Ғабиден агенттің жүзіне тура қарады. Бұл жетім балалар мен мүгедектерге жалпы мұқтаж жандарға көмек көрсететін Біз біргеміз қайырымдылық қорының төрайымы, іскер бике. Қайырымдылық қорының төрайымы, мұқтаж жандарға жәрдемші. Жұмбақ жымиды. Ол медиа алдында ғана қайырымды қайраткер, әйтпесе нағыз алаяқ. Қой, не деп тұрсың? Тұтастай қоғам назарында имандылықтың бейнесіне айналған адам жайлы сөлекет сөйлеу ақылға қонбайды. Бірақ сенбессің, адам ағзасын, астыртын сату желісін уысында ұстаған қара жүректің нақ көзі. Арада құлаққа ұрғандай үнсіздік орнады. Алғаш жүздескен қос бөгде бір-біріне аңтарыла қарап, шарпыса арбасатындай. Ол қара көбелек, көзіңді ашайын. Қайта смартфонын қолына алды. Ізінше 2 сурет пен бір дыбыс жазбасы жетті. Фотода Еревандағы қонақ үй, әйел мәз, қолында жаңа төл құжат. Дауысты хабарламада қапелімде жолықсаң қолқа жүрегіңді суырып аламын сілімтік. Жобамды бұздың, енді сен менің ең құнды донорымсың
дейді еш қымсынбай. Абылайдың қабағы шытынды да соңынан езу тартты. Істің басында жүрген Динара екеніне күмәні қалмады. Төтеннен төнген қатерден қашып құтылғаны мен оның қайырымды қайраткер ретіндегі жасанды бетпердесі сыпырылды. Жақсы, Ғабиден, екеуміз ізгілік жолындағы ниеттестер болайық. Құнды мәліметтер бердің, алдағы уақытта байланысымыз нығаяды деп сенем. Өз тарапынан әділ әріптес болуға уағда етем. Мен айтқан Сейдақ пен Алтынайға қолыңнан келгенше көмектес. Екіге толмаған сәбилерін ая. Оған еш алаңдама. Бар мүмкіндігінше жәрдемімді берем. Тек сен уақытылы және нақты іс бойынша хабар жіберіп тұр. Келістік. Абылай Әзімханұлы шетелдік іссапардан зіл-батпан салмақ арқалап оралды. Түркияда жүріп уақытша қоймадан алынған көздің Қанат Айбаровқа тиесілігін сараптама қорытындысы негізінде білді. Қызарған тамырдағы ұйыған қан емес, қал болып шықты. Ал өлімші қалде операция алдында жатқан жігіттің қара тереңнің тумасы екені анықталды. Яғни Қанаттың досы, оған еш шүбәсі жоқ. Қос азамат аңғырттықпен жауыздардың тырнағына іліккенін ұқты. Қамақтағы ота жасау бөлімінің меңгерушісі мен зертханалық қойманың бастығы екеуі нақты жауабын берер, дерегі табылар, деп топшылады. Енді бірде аппақ лайнер әуеге көтеріліп оңтүстік шығысқа қарай бет түзеді. Сот залында тыныштық орнаған. Тергеу материалдары жеткілікті. Органдық база, куәгерлердің айғақтары, хакерлік серверден алынған бейне материалдар. Бір кем дүние, басты айыпталушы Динара сот мәжілісінде жоқ. Оған қара көбелек деген шифр берілген. Интерполдың іздеуінде. Адам ағзасын саудалаған транс ұлттық қылмыстық ұйымға қатысты сот әлеуметтік желіде дүрбелең тудырды. Дені полицияның табандылығы мен қаһармандығына ризашылығын жаудыруда. Ара-арасында мәселені бұра тартқан пікірлер де көлеңдейді. Соңғылары әрине күңгірт топтың қолдан жасаған жасанды байламдары болатын. Прокурор жаңа дәлел ұсынды. Қытайлық клиентпен қара көбелектің келіссөзі аудиофайл соттың алдына қойылды. Судья үкім оқып тұрғанда Абылай өз ойымен арпалыс үстінде еді. Ол әділдік бұл залда емес, әлеуметтің күнделікті өмірінде жүзеге асуын қалады. Төреші істің күрделі және сотталушылардың әр алуан елдердің өкілдері екенін, сондай-ақ бірқатар эпизодтардың нақтылануы тиістігін ескеріп, қосымша шаралардың жүруіне тоқталды. Істің бағыты өзгерді. Енді тергеу халықаралық деңгейге көтерілді. Онымен прокуратура өзі айналысады. Көңілін күптілік жайлаған инспектор Абылай Қайсен сот аяқталғанда залдан үмітпен шықты. Абылай ертеңінде көпбейінді клиникаға арнайы соқты. Ауладағы сап түзеген солдаттай тізілген теректер самалмен баяу тербеледі. Скверде оңаша күншуақтаған емделушімен сәлемдесіп, орындыққа қатары жайғасты. Ол тірі қалған ет Қанат еді. Емдейміз деген желеумен коттеджде жасырын ұстаған екен. Мені өлі деп ойлағаныңызға еш ренжімеймін. Күмілжей үн қатты. Оң жанарын жауып басын таңып тастаған. Кеудемде жан бар демесеңіз ішім қуыс өлген. Олар жүрегімді алмаққа сәл қалды. Көзімдегі қалды байқап қалғаныңыз қандай жақсы болған. Аға лейтенант үндемеді. Ғылым мен технологияны меңгерген жоғарғы санатты дүниеқоңыздық тарапынан жасалған қатыгездікке жүйкесі тітіркенді. Қолындағы смартфонға назарын аударған. Алматыда 29 жастағы жігіт жоғалып кетті деген жазуға түйісті. Адам саудасы қылмысының тыйылмағанына, тыйылмайтынына күйінді. Алматы ішкі істер басқармасына Сейдақ пен Алтынайға қатысты толымды материалдар жіберген. Жынысбай қамалды. Бүгінгі жапа шеккендерді қорғаштау жарық жылдамдығымен жарыса қаудай қаптаған қара ниеттен адамзатты арашалаудың бастамасы секілді көрінді.
Соңғы бір айда Абылайдың пайымы қатты өзгерді. Кешегі функционер кадр емес, қазір әр нәрсеге жан-жақты қарайды. Құқық бұзушылықтың жолын кесу жеткіліксіз, мәселе ар-ожданды қорғауда екенін терең түсінді. Қоғам мен заң жүйесіндегі бос кеңістік әділет пен иман арасындағы арпалыс ақиқатын табуы тиіс. Кісілік пен өркениет аумалы уақыттың алмас жүзінде тұрғанын ұғынды. Осы кезде егде әйел адам жаулығы ағараңдап аулаға енді. Бұл қара тереңнен жеткен қанаттың анасы болатын. Әңгіменің соңы. Оқыған Роза Сұлтаналиева.